Бүгінгі видеода біз телефонмен сөйлесу туралы видео түсіреміз. Астындағы комментарияларға орай мен адамдардың сұрауы бойынша телефонмен қалай сөйлесу туралы қазір мен сендерге толықтай түсіндіріп кетемін. Біріншіден біз телефонмен сөйлеспес бұрын біз қызбен танысамыз. Бұл негізі телефонмен сөйлесу бірнеше түрге бөлінеді. Бұл деген далада танысу, телефон алу, звондау, сосын таныстардан телефон алу, звондау. Бұл екі түрге бөлінеді. Және интернеттен танысу арқылы телефонмен звондау бұл бөлек басқаша тақырып. Бұл негізгі үш тақырып, оны жеке-жеке қазір толықтай айтып кетемін. Біріншіден біз неден бастаймыз? Интернеттен танысып, телефон алып звондау. Бұл жағдайда біз қалай звондаймыз? Звондаған кезде біз амандасамыз, өзімізді айтамыз. Бұл негізгі даламен танысумен бірдей, интернетпен танысу арқылы негізі бірдей болып келеді, бірақ кішкене айырмашылықтары бар. Өйткені интернетпен танысқан ол деген былай оңай негізі, бірақ бұл жақта бізде эмоцияларымыз аз болады, және адамдар былай орташа ғана сөйлесеміз. Өйткені біз бір-бірімізді көрмейміз, сондықтан былай сөйлескенде кішкене тірі сөйлесу жағынан өте аз болады. Өйткені оны кездесуге шақыру керек, ал кездесуге өте кішкене қиындау болуы мүмкін. Біз біріншіден интернетпен телефон алғанда қалай шақырып, қалай етуге толықтай сендерге түсіндіріп кетемін. Звондаймыз, ол қызбен сөйлесеміз. Сөйлескенде бірінші не дейміз? Бірінші амандасамыз, атымызды айтамыз. Мысалы, мен Алмас андай сенімен интернетте танысқан едім дейсіңдер де, ол өзінің атын айтады. Сосын негізі сөйлескенде біз қалай, не мақсатпен сөйлесеміз? Мысалы, кездесуге шақыру немесе жай сөйлесу. Жай сөйлескенде әртүрлі тақырыптар айтамыз. Немен айналысасың, не қызық, сайтта не үшін отырасың, қандай мақсатпен? Мысалы, мен андай мақсатпен отырамын, дос іздедім, қыз дос немесе қыз іздедім деп сондай түсіндіріп кетесіңдер. Сосын көп нәрсе бар айтатын, негізгі күлдіртсеңдер болады, анекдоттар айтсаңдар болады. Енді жай сөйлесу ғой ол негізі. Ал негізі кездесуге шақырған дұрыс. Ұзақ сөйлесудің қажеті жоқ. Айтып кетерім, ұзақ сөйлесу үшін сендер бірінші кездесіп, біраз жүрулерің керек. Сол кезде телефонмен ұзақ сөйлессеңдер болады. Бірақ адамды көрмей жатып сөйлесуге болмайды. Сондықтан кездесуге шақырамыз. Кездесуге шақырып, алдыңғы видеоларда не туралы сөйлесу туралы барлық видеолар бар. Соның бәрін айтамыз. Негізгі техникаларды. Сосын телефонмен жай бір күніне 5-10 минут қосып сөйлесе берген дұрыс. Негізгі сөйлесу кешке қарай звондаған дұрыс. Күндіз адам, қыздар, қолдары бос болмайды. Кешкі 9-10-нан бастап түнгі 2-1-ге дейін звондаған дұрыс. Өйткені адам ол кезде демалады, жұмыс істемейді. Сондықтан сол уақытта звондау керек. Темалар бізде көп. Өзің туралы айтасың, ол туралы айтасың. Сосын немен айналысасың, хобби, тауды айтсаң болады. Қыздарға көбінесе қазіргі кезде таулар ұнайды. Тауға шықтым, пикник жасадым, шашлык пісірдім, андай кезде. Енді сол жерге бару керек. Бірге барайық болашақта деп құлақтан былай тебе береміз. Қызығын табу керексіңдер ғой, қыздармен сөйлескен. Немен қызығады, сол қызықты айтқаннан кейін біз стаймыз. Немен қызығады? Мысалы, ол айтады, тау ұнайды дейді. Сен де айтасыңдар, тауға мен алдында барғам, андай достармен барғам, өте қызық болды. Бізде речкаға, тауда ағаштар өседі деп құлақтан былай. Енді фантазия қарай жүргізесіңдер. Арасында құлақтан тепкенде дұрыс, өйткені қыздарға құлақтан тепкен ұнайды көбінесе. Енді басқа сендер сөз таппай сөйлемей қалсыңдар, қызықсыз болып қалсын. Сондықтан шындықты айтамыз, арасында былай құлақтан тебеміз. Бұл негізі интернеттен танысу. Екінші түрі ол даладан танысу, звондау, телефон алып, номерін алып звондау. Бұл да интернетке жақын. Бұл жақта көбінесе эмоция көп болады. Өйткені далада танысқанда бізде естелікте не қалды, сол туралы айтамыз. Мысалы, күлген кездеріміз, мысалы, қызбен далада танысамыз, айтамыз,
сен андай кезде күлдің ғой далада, мен саған жақындағанда сен қандай сезімде болдың, андай деп көп нәрсе бар да айтатын. Мысалы мен саған артына келдім, сен болсаң бұрылмай маған қарамадың деп күлдіртіп сөйтіп қызық жерлерін айтамыз да, күлдіртіп. Мысалы сен бір жаққа бара жатқан едің, мен сен алдынан шықтым, сол кезде сен кішкене басқаша болып қалдың деп күлдіртіп, ондай жігіттер, мен сияқты жігіттер саған аз жақындай далада деп өздерін кішкене матап қоясыңдар. Жақсы жігіттер саған аз жақындай далада, ондай жігіттер негізі далада көп жақындай бермейді деп сөйтіп қызығушылықтар көп айтасыңдар. Сосын кейін тұра айтасыңдар, қайда бараттың, андай мындай көп қой сөздер қоса бересіңдер. Негізі далада танысып сөйлескен сені де көреді, ол да көреді. Эмоция көп береміз, телефон аламыз и кетеміз. Эмоция, пик эмоция дейді. Эмоция жоғары болған кезде біз қызықтырып номер алып кету керек. Өйткені ұзақ қыз эмоцияда бола бермейді далада танысқанда. Сондықтан біз тез қызықтырамыз. Пик болған кезде уже максимум қызығушылық болған кезде біз номерді сұраймыз да, аламыз да қоштасамыз да кетеміз. Өйткені пик түскен кезде қыз деген эмоциясы кете бастайды и адам қызығушылығы азаяды. Сондықтан біз бір 5 минутте тез сөйлесіп қызықтырып номер алып кету керекпіз. Бұл негізі екінші телефон звондау, ол далада. Үшіншіден біз ол деген таныстардан номер алып звондағанда қалай сөйлесу керек. Таныстардан номер алған кезде өте қиында бұл жақта, өйткені номер кім берді, неге береді, қайдан деп өте қиын нелер бар. Атын айт, әйтпесе мен сені өшіріп тастаймын. Атын айтсам мен сенімен сөйлесем дегендері көп. Сондықтан ол жақта біз таныстар деп айтамыз, бірақ ол адам атын айтпау керек. Ол адам, берген адамның атын айтсаңдар, онда қыз сендерді игнорға салып тастайды, және екінші рет сендермен сөйлеспейді. Сондықтан біз кездеспей тұрып, қызықтырмай тұрып атын айтуға болмайды. Сол кісінің, берген кісінің атын айтуға болмайды. Ол кезде таныстардан номер алсаңдар, егер ол қызды білсе номерді бергендерін, онда айтып түсіндіріп кетесіңдер. Андай кісіден номер алдым, сенімен танысайын деп едім, андай деп кете бересің. Сол алдыңғы әңгіме бойынша екі телефонмен шалу бойынша темаларды айтамыз. Сол сен өзің туралы, ол туралы, немен айналысасың, хоббиің, несің, қызығушылығын ұстаймыз да, сол қызығушылық туралы көп айтамыз. Сол көбінесе темалар көп, айтатын көп. Бірінші айтпас бұрын бірінші адаммен кездесу керек. Кездескеннен кейін сосын жақсы болып жатқаннан кейін телефонмен шалып ұзақ әңгімелер айта берсеңдер болады. Негізгі әңгімелер ол деген өзің туралы, ол туралы, сосын хобби болғанда немен айналысасың, не ұнайды саған, мысалы тауға шыққан, музыка ма, сол туралы айта бересің, соның ішіне кіресіңдер да, әртүрлі темаларды айта бересіңдер. Так негізі көп айтатындар заттар бітпейді. Қағазға жазып алыңдар не туралы айту керектігін. Сосын бірінші 6-7 тема жазасыңдар, сол туралы әңгіме қозғайсыңдар. Тіркелеміз. Видеоның астында WhatsApp номерім бар, сұраңдар, жауап берем. Негізгі әлі түсіретін видеолар көп болады. Жақында далада танысам, сол кезде видео лақтырамын. Сол кезде сендер сол видео қарап, негізі далада жақындай берсеңдер болады. Бәріне жақсылық тілеймін, кездескенше.